ертек оқып берейін бе? Оқып беремін, келе қоям. Қандай ертек оқып берейін мен саған? Жеті лақты ма? Ал тыңдап ал енді. Саған ертек оқып берейін. Бұрынғы өткен заманда ешкінің жеті лағы болыпты. Біреуі қара, қалғандары ақ болыпты. Орманға баруға жиналған ешкі лақтарын шақырып алып, ақылын айтыпты. Балаларым, ешкіге есік ашпаңдар. Мен орманға кетіп барамын сендерге тамақ әкелуге. Орманда қасқыр жүр деп балаларына айтып кетіпті. Мен келгенше балаларым, лақтарым. Бақыт деп санаймын, айналайын ағашым, өзің ғана. Ізі мен қасқырдың қарнын жарып жібергенде 6 лақ шыға келеді. Ешкі мен лақтарының қуанышында шек болмайды. Қасқыр оянбай тұрғанда, ешкі оның қарнын таспен толтырып, қайта тігіп қояды екен. Шөлдеген қасқыр су ішпек болып құдыққа барады. Сол кезде ішіндегі ауыр тастар оны төмен тартып, қасқыр құдыққа құлайды, батып кетеді. Сезім, ертегі осымен аяқталды. Енді сенің қандай сұрақтарың бар? Айта қой. Ешкінің аяғы не үшін аппақ болды дейсің бе? Себебі ешкінің аяғына ұн жағып қояды екен. Ал Сезім, ең кішкентай 7-ші лақ қайда тығылып қалды? Сағатқа тығылып қалды ма? Ой, дұрыс, жарайсың. Сезім, саған ертегі ұнады ма? Ай, енді ұнаса, демалып барып ұйықтай ғой.